Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де видеоларды бөлісіп қолдап отырайық. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді. Әрбір сойылған қой өз сирағынан асылады. Әйгілі әулие Бәһлүл Дана халифа Харун Рашидке насихат айтуды жиілетіп жібереді. Насихат тыңдаудан жалыққан Харун Рашид: «Сенің менде шаруаң болмасын, түптеп келгенде әрбір сойылған қой өз сирағынан асылады», дейді. Бәһлүл мәжілістен үндемей шығып кетеді. Уақыт өте келе сарайдың ішінен жағымсыз иіс шыға бастайды. Сарай қызметкерлері иістің қайдан шыққандығын іздестіреді. Иістің сирағынан асылып тұрған, сасып кеткен қойдан шығып тұрғандығын табады. Халифа ашуға мініп, бұл істі жасаған адамды табуды бұйырады. Сарай қызметкерлері аталмыш істі Бәһлүлдің жасағандығын анықтайды. Халифа оны дереу құзырына алдырып, мұндай істі неге жасағандығын сұрайды. Сонда Бәһлүл Дана: «Халифам, өзіңіз айтқандай, әрбір сойылған қой өз сирағынан асылады. Бірақ иісі шыққанда өзгелердің мазасын алады», деген екен. Бұл оқиғадан түсінетініміз, Харун Рашид Бәһлүлге: «Маған насихат айтпайық қой, әркім өзінің істеген ісіне жауап береді» дегісі келген. Сонда Бәһлүл Дана оған: «Өзің жеке істеген ісің, өзің жауап бересің әлбетте, бірақ та оның зияны, залалы қоршаған орта, қоғамға тиеді» дегісі келген. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де видеоларды бөлісіп қолдап отырайық. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді.